Логин парольмен кіргеннен кейін сізге бірден барлық сыныптар көрінеді. Сіз алған сыныптар көрініп тұрады мына жерде. Әр сынып бөлімге бөлінген. Мысалы 8-ші сыныптағы барлық параграф міне 1-ші, 2-ші және 3-ші бөлім болып берілген бөлек-бөлек. 8-ші сынып 3-ші бөлімді ашып көрейік. Міне PDF осы жерде деген жерді бассаңыз, қағаз нұсқасы шығады тапсырмалардың. Принтерден шығарып алып оқушыларға бергенге. Ал оның астыңғы жағында міне мышкамен түссеңіз тапсырмалар тұрады. 3-ші бөлім 42-ші параграфтан басталған. 42-ші параграфқа дейінгілердің барлығы 1-ші, 2-ші бөлімде. Енді тапсырмаларды ашып көрейік. Орындап болғаннан кейін тексеруге болады. Отправить ответы дейсіз. Программа тексеріп береді. Дауысын өшіріп қоя аласыз, қосып қоя аласыз. Дәл сол сияқты келесі тапсырма. Мынау бірнеше тапсырманың дауысы қосылып бір-біріне кедергі келтірмеу үшін сол жақ жоғарыда обновить деген кнопка бар ғой, соны басып қоясыздар. Сол кезде олар жабылып қалады. Әрі қарай өзіңізге керекті параграфты аша бересіз. Немесе дауысын өшіріп қоя аласыз. Дауысын өшіріп қойдық. Енді керегін аша береміз. Мынаны ашып көрейік. Үлкейтеміз. Сұрақ шығады. Оқушы жауап бергеннен кейін плитканың ар жағынан жауабын көріп тексереміз. Устранить деп алып тастаймыз. Келесі сұрақ дәл солай. Анаграмма. Бұл көбіне термин сөздерді дұрыс сауатты құруға, жазуға өте тиімді. Мына жерде тұқым қуалаушылық деген сөз. Тұқым қуалаушылық. Келесі. Мынау тест. Дұрыс болса дұрыс дейді, қате болса қате дейді. Қандай шаблон бар екен. Мына шаблонда варианттары, дұрыс жауаптары көрсетілмейді. Оқушыға ізденуге, оқулықпен жұмыс жасауға өте тиімді. Немесе үй тапсырмасын сұрауға. Мынау биологиялық диктант. Тиісті сөзді осы бос тұрған жерлерге қойып шығады. Бұл да кітап оқымайтын балаларға өте жақсы қолданған. Осы жерден оқып алады. Мәтіннің бір бөлігін болса да оқып танысып шығады. Сосын тексеріп дұрыс немесе қате екенін біле алады. Назад кішірейту үшін мына оң жақ төмен жақтағы батырманы басамыз, стрелкаларды. Шындық жалған ойыны. Мынау алдыңғы ойының дауысы кедергі келтіріп тұр, байқасаңыздар. Өшіріп қоямыз. Мынау сөйлем, тұжырым, сөздердің орнына ауысқан. Ретке келтіру керек. Бұл да фактілер жаттауға өте ыңғайлы балаларға. Эмбрионез сатылары: зигота, бөлшектену, бластула, гаструла, нейрол, органогенез. Осындай сөйлемдер. Келесі сыныпқа өту үшін оң жақтағы дөңгелекті, жоғарыдағы дөңгелекті басып, группы деген жерді ашамыз және өзімізге керек сыныпты таңдаймыз. Мынау групповая сортировка деген шаблон. Бұл да өте қызықты ойындардың бірі.